Сәлем бәріне, каналымызға қош келдіңіздер. Байбит биржасына тіркелуді қарастырайық. Жалпы алдыңғы контентте айтып өткенбіз, яғни биржалардың алдыңғы қатарында тұрған осы Байбит биржасы және Binance биржасы. Менің таңдауым осы Байбит биржасы болды. Өйткені Байбит биржасында Binanceға қарағанда валюталардың қоры көбірек және мұнда транзакцияларды орындау жылдам әрі тез орындалады. Байбит биржасына тіркелу үшін біз алдымен нені білуіміз керек. Яғни биржаны ашу үшін біз осы бейнематериалдың астында ссылка қалдырып кетемін. Сол ссылка арқылы кіресіздер. Ссылка арқылы кіргеннен кейін компьютерде сіздерде негізгі қадамдарды орындау қажет болады. Ең бірінші, яғни биржа ашылғаннан кейін электронды почтаны тіркеу керек. Яғни сіздерден сұрайды электронды почта және телефон. Яғни негізі бірақ электронды почта арқылы тіркелген жақсы қауіпсіздеу болып саналады. Одан кейін яғни электронды почтаны енгізгеннен кейін құпия сөзді орнату қарастырылады. Құпия сөзді орнатқан кезде генерацияланған құпия сөз емес, өздеріңіз құпия сөзді өздеріңізге ұмытып қалмайтындай қылып ыңғайлы құпия сөзді бірнеше әріптерден және сандардан, символдардан тұратын қылып орындағандарыңыз дұрыс. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, яғни екі факторлық аутентификацияны қосқандарыңыз дұрыс болады. Яғни бұл бізде қорғаныс амалдары болып саналады. Тіркелу формасын толтырғаннан кейін, толтыру үшін бізде электронды почтамызды растағаннан кейін бізде тіркелу формасында верификация сұрайды. Яғни жұмыс істейтін электронды почтамызды тіркеп, оны растаймыз, құпия сөзімізді енгіземіз. Екі факторлы қауіпсіздік шарасы үшін екі факторлы аутентификация қосамыз. Аккаунтымызды қорғаймыз. Одан кейін біз верификацияға өтеміз. Верификация дегеніміз, яғни біз осы Байбит биржасында жұмыс жасау үшін ары қарай біз өзіміздің жеке басында куәландыратын удостоверениемізді енгізіп, құжаттарды растаймыз, мекен-жайды растаймыз. Аккаунтты толық пайдалану үшін жалпы верификациядан өтеміз. Верификациядан өткеннен кейін, яғни қандай жұмыс жасаймыз, яғни криптовалютаны таңдаймыз, биткоин ба, соны анықтауымыз керек болады. Оған қолжетімді операцияларды қараймыз. Аккаунт қаражат салу қадамдарын біз келесі бейнематериалда саламын. Пәменнің мекен-жайын қалай аламыз, транзакцияны аяқтау, кошелек арқылы ақша аудару, ақша салу жұмыстарын келесі бейнематериалдарда көре аласыздар. Жалпы нарықты таңдау, бұл жерде біз қызығушылық білдіретін жұпты таңдаған кезде мұқият болуымыз керек. Қазіргі уақытта бірнеше миллионның үстінде криптовалютаның түрі бар. Соның ішінде спам түрінде келетін криптовалюталар бар, немесе волатильность өте жоғары болып келетін криптовалюталардың түрлері бар. Солардан сақ болуымыз керек жалпы. Одан кейін біз таңдағаннан кейін біз ордер орналастыруымыз керек. Лонг па, шорт па, немесе сатып алып спот түрінде күтіп отырамыз ба, соны анықтауымыз. Және сауданың бұл жерде биржада сауданың бірнеше түрі бар. Спотовый сауда, фьючерсный сауда бар, бессрочный фьючерстер бар. Осыларды анықтай алуымыз керек. Жалпы тіркелу оңай, бірақ
Biz қауіпсіздікке назар аударуымыз керек. Ең маңызды бізде қауіпсіздік. Нарықты зерттей отырып, сауданы ақылын жасау керек. Бастауымызға болады.